Ордабасы – қазақтың тарихи, мәдени әрі рухани құндылығы. Бұл ұлтымыздың тағдырын шешкен маңызды шешім қабылданған қасиетті мекен. Қазақ халқының тарихында 1723-1725 жылдар Ақтабан шұбырынды деп атанған жоңғар шапқыншылығының нәубетті кезеңі ретінде белгілі. Мың 726 жылдың қара күзінде Ордабасы тауындағы Бірлік төбе биігінде даңқты үш бидің бастамасымен қазақтың 300-нің басын қосқан құрылтай өтеді. Дәл осы Ордабасыда қазақтың барлық рулары өзара алауыздығын қойып, дұшманға қарсы жорыққа аттанды. Қазақ хандығының біріккен әскері Бұланты мен Аңырақай шайқасында алу жеңіске қол жеткізіп, елін басқыншыдан азат етті. Кейінгі ұрпаққа өнеге ретінде Ордабасы тауында биіктігі 28 метрді құрайтын Бірлік монументі орнатылған. Кең мағыналы, кең тынысты монументтің үш бұрышы үш бидің асқақ тұлғаларымен бейнеленді. Бұл қазақ халқының ұлы даланың тағдыры шешілген құтты да қасиетті мекен.